Сәлем достар! Бүгін сіздермен ағзаны қалай тазарту керек, сол жайлы айтатын боламыз. Арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып, өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды. Сіз өзіңіздің күнделікті қандай тағам қолданатыныңыз жайлы көңіл бөлдіңіз бе? Біздің зиян тағамдар мен фастфудтарды жеуіміз, шамадан тыс тәтті қолдануымыз, кейде тіпті синтездік қоспалары барында көптеген дәрі-дәрмектерді ішуіміз, сондай-ақ жиірек кездесіп жататын артық тамақ жегеніміздің салдарынан ағзамыз бұндай ауыртпалықтармен өзі күресе алмай жатқаны белгілі. Сөйтіп біздің ас қорыту процесіміз бұзылады. Тағам қажетті түрде қорытылмайды және қорытылмаған тамақ қалдықтары ағзада қалып жинала береді. Қорытылмаған өнім қалдықтарынан біздің денемізді улаушы зәрлерді бөлетін бактериялар, ашытқылар және патогендер көбейеді. Ішек-қарын жолының жағдайы теріде қабыну немесе тітіркену әсерлері арқылы көрінеді. Біздің ағзамыз жиі жеңіл тамақтанатын күндер мен тазалыққа зәру болып келеді. Шектерді тазалау арқылы біз бауыр, бүйрек, өкпе сияқты мүшелерге иммундық жүйеге түсетін жүктемені жеңілдетеміз. Бүкіл ішек-қарын жолдарының жұмысын қалыпқа келтіреміз. Нәтижесінде ас қорыту жүйесі, заттектер алмасуы және тері қалпы жақсарып, ағза кейбір созылмалы аурулардан айығады екен. Біздер алдымен жейтін тағамымыздың пайдалы, сау, таза болуына және ең маңыздысы мөлшерін қадағалауымыз керек. Артық жеуден сақтануымыз қажет. Ағзаны қалай тазартамыз? Патшалық пісте. Патшалық пісте, яғни араб тілінен аударғанда хабатул мульк. Бұл ішек-қарын жолдарын және бүкіл ағзаны жылдар бойы жиналып денемізді ластайтын зиянды заттарды жақсы әрі жылдам тазартатын өсімдік құралы. Өзі кішігірім бұршақ немесе кофе дәні іспеттес. Бұл патшалық пістені ислами дүкендерден таба аласыз. Оны көбіне Египеттен әкеледі. Ішек жұмыстары мен ішек-қарын жолдары бұзылып үнемі ауырлық пен іш қату кезінде таптырмас құрал. Гастрит және мерез кезінде сақтықпен қолданған абзал. Ағзаңыз жеңіл қорыта алатын жеңіл диеталық тағамнан бастаңыз. Яғни көкөніс, жеміс, ботқалар. Пістенің 1/4 бөлігінен көп қолданбаңыз. Яғни оны 4 бөлікке бөлесіз. Пістені жүкті әйелдерге және балаларға қолдануға болмайды. Шөптер. Таңертең іш жүргізетін піштен ет жомыр, 1 ас қасығы 1 стақан қайнаған суға қайнатпаларын қабылдаңыз. Күннің алғашқы бөлігінде 4-6 стақан жаңа сығылған көкөніс, нәр суларын, сәбіз, қызылша және сәбіз, қияр барлығы бірдей мөлшерде араластырылады. Яғни осы мөлшерді ішесіз. Сонымен қатар тазару кезінде зығыр, асқабақ дәндерін, өскін, жаңғақ және сапалы майларды, яғни зәйтүн, күнжіт, зығыр, асқабақ және басқаларды қолданған абзал. Ішекті қалай тазалаймыз? Барлық бұл жағдайларды қарапайым судағы зығыр дәндерімен шектеуге тура келеді. 1 шай қасық зығыр дәнін 1 стақан суға қайнатып суытамыз. 2 сағаттан кейін тұндырма дайын болады. Алайда термоста 1 күн бойы ұстаған абзал. Түнде жатарда 1 стақан сүзілмеген тұндырманы дәнімен ішу керек. Тұндырма 2-3 апта ішіледі. Бауырды тазалау кезі қалай болмақ? Жарты лимон шырыны мен жарты грейпфрут нәр суын алып 2 ас қасық зәйтүн маймен араластырыңыз.
Бұл қоспаны 5 күн бойына таңертең аш қарынға тамақтан 1 сағат алдын ішу қажет. Бұл құрал өт тастарын жойып, оларды ағзадан шығаруға көмектеседі. Бұл үрдістің жеңілдігі үшін күні бойы итмұрын қайнатпасын ішіңіз. Бүйректі қалай тазалаймыз? Маусым кезінде қарбыз, қияр, қауынды жеген дұрыс. Бүйректерді шырындармен тазалауды дәрігер Уокер ұсынған. Оның айтуынша, нандағы және басқа да концентралған крахмалды өнімдердегі органиксіз заттар негізгісі кальций бүйректе дәнектерді құрайды екен. Бүйректердің сауығуы мен тазалығы үшін ол кісі мына шырынды ішуге кеңес берген екен. Нәрсу жасау үшін, яғни смузи, сәбіз, қызылша және қиярды араластырамыз. Яғни сәбізден 10 дана, қызылшадан 3 дана, қиярдан 3 дананы қосып, блендерден өткізіп, смузи жасаймыз. Болмаса, басқа нұсқасы сәбіз 9 дана, балдыр көк 5, ақжелкен 2 дана. Осыларды блендерден өткізіп, яғни нәрсу жасап ішесіз. Қызылша және қырыққабаттан жасалған нәрсуы. Қызылша ағза тазалаушы ең танымалы өнім болып табылады. Ол аздап іш айдайтын және несеп айдайтын әсерге ие. Ас қорытуды жеңілдетіп, ішектерден улы заттарды шығарады. Жаңа сығылған қызылша нәрсуын ішіңіз және де қызылшаны сорпаларға және салаттарға қосуды ұмытпаңыз. Ішек қарын, жолдары және бауыры ауыратын адамдарға қызылша нәрсуын қолдануға болмайды. Қырыққабат нәрсуының құрамында күкірт пен йод бар. Ол екеуі қосарланып, ас қорыту мүшелерінің шырышты қабаттарын тазартады. Сонымен қатар, қырыққабат нәрсуы ақуыз бен кальцийдің қалыптасуына көмектесіп, жүйке жүйесінің жұмысына оң әсерін тигізеді. Итмұрын шайы. Итмұрын жемісін ұсақтап, 2 ас қасық ұсақталған итмұрынды 2 стақан қайнаған суға, яғни термосқа тұндырасыз. 10 сағатқа қоясыз. Сүзіп алыңыз. Күніне тамаққа 30 минут қалғанда жарты стақаннан 2-3 рет қабылдаңыз. Дайындалған шайды 2 тәуліктен артық сақтамаңыз. Сапалы түрдегі ағзаны тазарту кезінде ағзаға зиян болатын нәрсенің түспеуін және түскен нәрсенің ағзадан шығуын қадағалау керек. Және ағзаны қажет болған заттармен және ағзаға жетіспейтін дәрумендер, минералдар, тағы басқа нәрселермен байыту қажет. Сонымен қатар, аз үлесіңізге қышқыл сүт өнімдерінде қосуды естен шығармаңыз. Күніне 2 литр су ішу қажет. Және жоқ дегенде айына жеңіл тамақ жейтін күн жасап тұрыңыз. Сонымен, ағзаны тазалау кезінде өзіңізге жоспарлап күн тәртібін орнатқаныңыз дұрыс. Күніне міндетті түрде 1,5-2 литр су ішу керек. Сонымен қатар көк шай, фитошайлар ішу. Әсерлі майлы тамақ жегеннен кейін жемістер мен көкөністерді жақсылап жуып, жеуді әдетке айналдырғаныңыз дұрыс. Алайда сақтық шараларында ұмытпаған абзал. Мысалы, қан қысымы төмен кісілерге көк шайды көп ішуге болмайды. Кәдімгі белсендірілген көмірді аш қарынға 1 стақан газдалмаған минералды сумен 1 аптадай ішіп жүріңіз. 1 таблетка 10 кг үшін, мысалы салмағыңыз 50 кг болса, сіз 5 таблетканы бірден ішесіз. Таңғы асты 1-2 сағаттан соң ғана ішуіңізге болады. Бұл күндері майлы тағамдардан бас тартқан абзал. Дәстүрлі әрекет ретінде ата-анамызға ұнайтын әдет жатарда айран,
қатық ішу, оны диетологтар да мақұлдайды. Айран денесі ісіп кететін, сондай-ақ қан қысымы жоғары адамдарға да өте пайдалы. Хош иісті ванналар қабылдаңыз. Бұл туралы мақала бұрын хош иісті ванналарды қабылдаңыз. Бұл терідегі жиналған зиянды токсиндерді шығарып тазартады. Моншаға барыңыз. Ыстық болу моншада терлеу арқылы ағзаңыздағы зиянды нәрселерден, яғни шлактар мен токсиндерден арыласыз. Уақытыңыз бен қаржыңыз болса, әрине, спа-салондарға барып, кәсіби мамандарға көрініп, өз денсаулықтарыңызды сақтаңыздар. Арнайы рецепттерді қолдану үшін өз дәрігеріңізбен кеңесіп, содан кейін ғана қолдануды ұсынамыз. Айтылған деректер көңілдеріңізден шыққан болса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін. Сіздермен бірге плюс бәріне керек арнасы.